Әрбір миллеттің икон байлығы олының туған тілі, маданияты, ата-бабалардан қалған халық ауызлама яратушылығы болады. Қайда терең мәнелі тақпақларымыз, айтуларымыз бар. Солардың бірнешеуін әлі еске алайық. Яхшы әдем әр күнде яхшылықпен сүйдірір. Яман әдем әр күнде яманлықпен күйдірір. Ана төрде янған шырақ, ата төрде отырған қонақ. Өзің білмегенді білгенлерден үйрен. Кеше қараңға болса, жұлдызы ярық болар. Намысы бардың нәсібі бар. Юғырған алмас, бұйырған алар. Атасы бірдің малы бір, анасы бірдің яны бір. Әкім ақшаға тоймас, әдем яшауға тоймас, бөрі қойға тоймас, бала ойынға тоймас. Бір таспан тау болмас, бір құспан яз болмас. Балалы үй базар, баласыз үй мезар. Язда миы қайнағанның, қыста қазаны қайнар. Туған еріңдей ер болмас, туған еліңдей ел болмас. Яхшы сөз еланды іннен шығарар, яман сөз әдемді діннен шығарар. Yolauшы аяз тілер, егінші ямғыр тілер. Бүгінгі ісіңді ертеңге қалдырма. Етеудің тілі біріксе, еті тау аударар. Өнерлі сөзінен білінер, өнерсіз yüzünden білінер. Анамда болса алармын, аямда болса ялармын. Таныған жерде бас сыйлы, танымаған жерде тон сыйлы. Яхшыман деп мақтанма, халық қайтпай. Бәтірмен деп мақтанма, еңгіп қайтпай. Елемік аяздан еті күнлі боран артық. Ағасы бардың яғасы бар, інісі бардың тынысы бар. Күлме досыңа, келер басыңа. Атадан көрген оқ йонар, анадан көрген тон пішер.